Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Көптің сұрауы бойынша қазір үй сату техникасымен бөлісемін сіздермен. Ол үшін біздерге не керегін барлығын айтып түсіндіремін. Бұл техниканы кімдерге жасауға болады? Бұл техниканы үйін сата алмай жүрген адамдарға квартирасын немесе дачасын немесе жер орын сатуға арналған супер техника. Достар, ол үшін бізге любой номиналды осындай ақша керек. 1000 теңге, 2000, 500, 5000 разница жоқ. Любой номиналды ақша керек. Сосын осындай 4 церковный свеча керек. Бұл жерде біз от энергиясымен жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан бізге церковный свеча керек. Сіздер жаңасын, тазасын алуыңыз керек. Мен просто мынаны үлгі үшін көрсетіп отырмын. Сізге осындай жағатын спичка керек. Барлығын әуелі дайындап алыңыз. Сосын ручка керек сізге. Любой ручка керек. Менде қызыл ручка бар екен. Достар, қазір барлығын сіздерге көрсетіп өтемін. Ақшаны осылай қоясыңыз ортасына. Ақбеттің, тек ақбет А4. Бұлайғы не дәптерлер жарамайды. Мен қалай сыздым, дәл осылай сызуыңыз керек міне. Яғни солдан оң жаққа қарай. Осылай ақшаны міне. Ақшаны осылай шетінен бастырып аламыз. Былай. Одан былай сызамыз міне. Ақшаны осылай төрт бұрышты қылып сызып аламыз міне. Сызып аламыз да, осындай төрт бұрыш шығады. Осылай сызып аламыз да, свечаны дәл сызған сияқты, жаңа дәл сыздық қой. Сол сияқты свечаны сөйтіп қоямыз. Свечаны қоямыз бірінші мына бөлікке. Одан кейін мына жағына бекітеміз. Одан кейін достар мына жағына бекітеміз свечаны. Төрт жағына. Жоқ достар, шатасып кетіппін. Айып етпеңіздер, мына жаққа айтпақшы. Мана қалай сыздық, солай тұру керек екен достар, шатасып кеттім. Кешірерсіздер. Міне, мына жағына бекітеміз. Мына сызықтан сәл алшақтау қойыңыз, себебі мына ақшаға негізі мына свечаның несі тамбау керек. Свечаның жаңағы несі тамбау керек, соны қадағалау керек достар. Жағатын кезде қазір свечаны қойып аламыз. Қойғаннан кейін ең әуелі свечаны қойып алғаннан кейін ең әуелі уже мынадан бастамаймыз. Біз свечаны жаққан кезде мына свечадан бастаймыз. Свечаны жағамыз. Жаққаннан кейін бір рет дұғаны оқимыз. Дұға комментарияға бекітіп қоямын. Атыңыз деген жерде үйді сатып отырған адамның атын айтасыңыз. Яғни сіз үй сататын болсаңыз, өз атыңызды айтасыңыз. Үйді сататын адамның атын айтасыңыз. Дұғаны 3 рет оқисыңыз. Дұғаны 3 рет оқисыңыз. Одан кейін жоқ, кешіресіңіз, бір рет оқисыз, бір рет. Кешіресіз достар, шатасып кетіп жатырмын. Мынау күрделі техника болғандықтан бір рет оқисыз. И мына жерге мынаны свечаны жаққаннан кейін тағы бір рет оқисыз да, әминді осы кезде 7 рет оқу керек. Мынада да әмин деген сөзді 7 рет оқисыз. Одан кейін мына свечаны жағамыз, тоже бір рет оқимыз. Әмин деген сөзді 7 рет айтамыз. Және мына свечаны жағамыз, дұғаны бір рет оқимыз. Атыңыз деген жерге кім үй сатып жатырса, сол адамның атын айтасыңыз да, әмин деген сөзді 7 рет оқисыз. Достар, мына ақшаны немесе мына қағазды жағып жібермеу үшін сіз осыны
жанып болған шейін қадағалап отыруыңыз керек. Свеча жанып барып мына жерге келген кезде уже сөнеді ау деген кезде сіз свечаны қолыңызбенен емес аузыңызбен үрлеп өшіруіңіз керек. Мына свеча осы жерде уже жанып болды деп санайық. Өзі сөнейін деп жатырған кезде үрлеп сөндіресіз. Үрлеп сөндіресіз, мысалға. Үрлеп сөндіресіз. Одан кейін, егер мына свеча бітейін деп жатса, оны да үрлеп сөндіресіз. Сөнді деп санайық. Разница жоқ, қай свеча бірінші жанып болады, соны үрлеп өшіресіз. Мына қағазды жағып жібермеу үшін мынау жанды деп есептейік. Мына жерге дейін бұны да үрлеп өшіреміз. Үрлеп өшіреміз. Сосын мынау да мысалы жанып болды деп есептейік те, бұны да үрлеп өшіреміз. Үрлеп өшіріп, бітейін деп жатырған кезде осындай үрлеп өшіреміз. Міне осындай болып тұрады. Ақшаны аламыз, бұлай бүктейміз, осылай бүктейміз. Қалай бүктесеңіз де разница жоқ. Осыны кошелекқа немесе сумкаңызға салып қоясыңыз. Бұны үй сатқан шейін ешқандай сауға болмайды, немесе жоғалтып алмаңыз. Енді ақшамен дұрыс қой. Үйді сатқаннан кейін мына ақшаны сауға болады. Одан бұрын сауып жібермеңіз, немесе жоғалтып алмаңыз. Бұны мұқият бір жерге тығып қойыңыз, сумкаңызға немесе кошелекқа. Ал мына қалған қағазды не істейміз, достар? Бұл қалған қағазды осылай свечаны жаңағы свечасымен қосып біздер бұны қиып алуымыз керек. Қазір көрсетемін, достар, сізге. Қалай қиып алатыныңызды осылай қиып алдық. Болды, достар, ешқандай дұға оқылмайды. Дұға тек 4 рет оқылады, жаңағы свечаны жаққан кезде. Осындай қағаз, осындай болады. Мына шетін, мына шетке біздер жабыстыруымыз керек. Міне бізде яғни треугольник пайда болу керек. Міне осылай жабыстырамыз, мына жаққа айналдырамыз да, мына бұрышын мына жаққа жабыстырамыз и дұрыстап. И мына шеттін істейміз, мына жаққа жабыстырамыз. Яғни бізде осындай, қазір, достар. Яғни, достар, бізде осындай үш бұрышты қағаз шықты. Бұл қағазды не істейміз? Бұл қағазды біздер, достар, үйіңізді сатайын деп жатырған үйдің, мысалы, мынау кіреберіс есік қой. Міне іш жағында осы табалдырықтың мынандай ішке кірген кезде табалдырықтың мынандай табалдырыққа тығып қойсаңыз болады, немесе мынандай аяқ киім шешетін кілемнің астына, немесе линолеумның астына осыны тығып қоямыз. Квартираңыздың, үйіңіздің. Ал егерде дача болса, мысалы, сіздің осындай дачаңыз, мына жерде үй, мына жерде калиткадан кірген жерде осындай кіреберісте бір жерге тығып қоясыңыз. Жерге, именно жерге тастау керек бұны. Басқа тастың үстіне тастауға болмайды. Жерге тастайсыңыз да, үстін таспенен көрсетпей жауып тастайсыңыз. Жауып тастайсыңыз. Сделка жасалды, ақшасын алдыңыз. Сол кезде бұны көрсетпей алып жағып тастайсыңыз. Далаға апарып жағып жіберу керек. Үйде де сол. Егер сіздерде жер орын ешқандай табалдырық зат жоқ десеңіз, мысалға, мынау сіздің жер орныңыз, ол жерде ешқандай үй салынбаған, ондай жағдайда жер орынның любой бір жеріне апарып жерге қоясыңыз. Міндетті түрде бұл жерде шөптің үсті зат жарамайды. Міндетті түрде жерге тастайсыңыз да, үстіне таспен жауып қоясыңыз. Сосын жер орны сатқаннан кейін бұны көрсетпей аласыңыз да, жағып жібересіңіз. Үйді бұл жер орны сатқаннан кейін, немесе үйді сатқаннан кейін мына қағаздан құтыласыңыз. Осы қағаздан құтылу керек үйді сатқаннан кейін. Болды, достар. Осы техниканы жасағаннан кейін міндетті түрде объявлениеға беруіңіз керек сіздер.
үйді міндетті түрде объявленияға бересіңіз. Содан кейін үй көп ұзамай сатылады, достар. Қателеріңізге жараса лайк басып қолдап кеттіңіздер.